бөліну үшін мына парта үстіндегі қағаздарды аламыз. Жайлап орныңызға отыра қаламыз. Топ-топ тұра беріңіз. Балалар, бүгін сабаққа көңіл-күйдері қалай? Олай болса, орнымыздан тұрып, бәріміз бір-бірімізге жылы лебізімізді білдірейік. Қарама. Балалар, енді үй тапсырмасын қорытындылау үшін және өткен сабақты қорытындылау үшін бізге қазір көлеңкесін тап ойынын ойнаймыз. Бізге 3 топтан 3 оқушы келе қойсын. Кәне? Келеміз. Жұрнақ дегеніміз не? Жұрнақ дегеніміз не? Мысалы, сөздің мағынасын өзгертетін сөздерді жұрнақ дейміз. Өте тамаша, жапсырады. Сөзінің түбірі мен қосымшасын анықтап. Аңшы сөзінің түбірі мен қосымшасын табамыз. Аң деген түбірі, шы деген қосымшасы бұл жұрнақ болады. Өте тамаша. Оқу сөзіне жұрнақ жалғап айт. Оқушы жапсырады. Ал балалар, бүгін өткен сабаққа үй тапсырмасына өте жақсы дайындалып келіпсіздер. Енді бүгінгі біздің жаңа сабағымыз зат есім. Зат есімде өзі ережесінде айтып тұр. Заттың атын білдіретін сөздерді біз не дейді екенбіз? Енді біз зат есімді өтпес бұрын зат есімнің сөз табы екенін білеміз. Мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтарды құрастырамыз және оларға жауап береміз. Ал балалар, енді біз оқулықпен жұмыс жасаймыз. 6-шы жаттығуға мән беріп қараймыз. Мәтінді түсініп оқылды. Жаңа оқу жылының алдында Тұмар анасымен дүкенге келді. Олар бірге киім таңдады. Бәрі жасарып тұр. Анашым, мен енді атам мен әжеме базарлық алайын, деді Тұмар. Өте дұрыс айтасың, қызым. Ол кісілерге қандай да базарлық аламыз, деп анасы қызын қуана құптады. Тұмар үйге кіре сала, ата, сізге базарлыққа ақ қалпақ, әжеме ақ жаулық әкелдім, деп атасына күлімдеді. Күнім-ау, әкелген базарлығың үшін ақ батамды беремін. Жақсы оқып, қатарыңның алды бол, деп атасы оның маңдайына сүйді. Ал балалар, сендерге бұның ішінде таныс емес қандай сөз бар? Базарлық деген сөздің мағынасы не? Қалай түсінесіңдер? Базарлық деген бір адам бірдеңе алуға. Сыйлық алып келу, сыйлау, бір-бірімізді құрметтеу деген. Балалар, бүгін біз зат есіммен таныстық. Оның ережесі, заттың, атын білдіретін сөздерді зат есімде дегеніміз. Зат есімдерге кім, не, кімдер, нелер деген сұрақта жауап берген. Қазір мен 3 топқа осы мозаиканы таратамын, сосын ары қарай топпен жұмыс жасаймыз. Жарайсыңдар балалар, зат есімді бір шама түсініп қапсыздар. Қазір маған әр топтан 2-3 оқушыдан келе ойындар футбол ойынын ойнап жүрген. Қатыспаған оқушыларына футбол ойында қазір бірнеше сөздер жазылған зат есімдерді соны апарып қақпаға оқып жапсырамыз. Оқи ғой, Амира, не деп жүгіріп жапсыра ғой. Иттер, өте тамаша. Оқимыз, нелер? Оқушы. Қазір балалар, оқулығымыздағы 7-ші жаттығуға қараймыз.
өлеңді көшіріп жазамыз дәптерге барлық. Сосын зат есімді тауып, оған сұрақ қоямыз. Балалар, онда жазу жазып болса, бәріміз орнымыздан тұрып серпіліп алайық. Ал балалар, біз біршама қазір зат есімдерді танып біліп қалдық, иә? Енді бізге сәйкестендіру ойынын ойнау үшін әр топтан 2 бала келе қойыңдар. Мына жерде зат есім берілген, соны сәйкестендіреміз. Оқимыз бірінші. Әже не істеді? Топ оқыды, тамаша. Оқушы. Сұрақ қойшы оқушыға. Оқушы кім? Өте тамаша. Ал балалар, бүгінгі сабақты қорыту мақсатында мен 3 топқа постер беремін. Сендер соған зат есімді жазып, және сұрақ қоясыңдар. Жылдам жазып жібересің. Аяқтадың ба? Жарайсың, тамаша. Ал балалар, бүгін сабаққа жақсы қатысқан балаларға оюлы қима қағаз таратамын. Одан кейін үйге тапсырма көп нүктенің орнына сөздерді қойып жаз. 9-шы жаттығуды үйден жазып өту. Өте тамаша сабаққа қатысқан Бірғаным, Аяна, Нұрәлі, Раяна топташысы, Ерғанат, Алихан, Динара. Ал балалар, біз бүгін сабағымызды үйренсек, қолымыздан келсек, көмек керек болса, осы сандықшаларға қолдарында қима қағаздарыңды келіп салайық.